Қайырлы күн балалар, бүгін біз 459 есепті шығарамыз. Бұл жерде бізде бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіріңдер дейді. Ол ең кіші ортақ бөлім дегеніміз, ол ең кіші ортақ еселікпен тең болады. Яғни біз ең кіші ортақ еселігін тапсақ, онда оларды ортақ бөлімге келтірдік деген сөз. Сонымен бірінші есепті қарастырайық. 5-тен 3 және 6-дан 5 деген сандар болып тұр екен. Бізде 5 дегеніміз жай сан болғандықтан 6-ға оларды екеуін бірге көбейте саламыз. Сонымен бізге 5 пен 6-ны көбейтсек 30 болады. 30-ды бөлеміз 5-ке 6-дан тиеді, 30-ды бөлеміз 6-ға 5-тен тиеді. Ары қарай оларды көбейтеміз, 6-ға 3-ті көбейтеміз. 18, 5-ке 5-ті көбейтеміз, 25 болады екен. Екінші есеп. 11-ден 6, 9-дан 4. Енді бізде мұнда 11-іміз жайсан, сондықтан біз 9-ға 11-ді көбейтеміз. Онда ортақ бөлім ретінде 99 болады екен сонда. 99-ды 11-ге бөлеміз, 9-дан тиеді. 99-ды 9-ға бөлеміз, 11-ден тиеді. Ары қарай 9-ға 6-ны көбейтеміз, 54. 11-ге 4-ті көбейтеміз, 44 болады екен. Үшінші есеп. 6-дан 5 және 11-ден 4. Сонымен, бұл жерде де 11-іміз жайсан, сондықтан 6-ға 11-ді көбейтеміз, бізде ортақ бөлім ретінде 66 болады. 66-ны 6-ға бөлеміз 11. 66-ны 11-ге бөлеміз 6 болады екен. Сонымен 11-ді 5-ке көбейтеміз 55. 4-ті 6-ға көбейтеміз 24. Төртінші. 18-ден 7. Өшірек кішкене қып жазайын. 18-ден 7 және келесі сан 6-дан 1 болып тұр. 6-да 18-де бізде құрама сан, сондықтан енді біз құрама болғандықтан оларды бір-біріне бөліп көрейік. Бөлінсе, онда үлкен санын алатын боламыз. Яғни 18-іміз 6-ға бөлінеді екен, сондықтан бізде ортақ бөлім ретінде 18-ді аламыз. 18-ден 7 өз күйінде қала береді. Енді екінші кіші бөлшекті біз ортақ бөлімге келтіреміз деген сөз. 18-ді жаздық, 18-ді 6-ға бөлеміз, 3-тен тиеді. Сонымен бізде 3-ке 1-ді көбейтсек, 3 болады екен. Төртінші есеп. 4-ті 5-ті қарастырайық. Бізде 13-тен 9 және 5-тен 4. Бұл жерде 13-те 5-те бізде жайсандар, сондықтан олардың екеуінде көбейтетін боламыз. Бізде ортақ бөлім ретінде 13-ке 5-ті көбейтсек 65 болады. 65-ті 13-ке бөлеміз 5-тен тиеді. 65-ті 5-ке бөлеміз 13-тен тиеді. 9-ға 5-ті көбейтеміз 45. 13-ке 4-ті көбейтеміз 40, 12, 52 болады екен, е? 6-шы. 7-тен 5 және 4-тен 3. 7 дегеніміз бізде жайсан, сондықтан 7-ге 4-ті көбейтеміз. Ортақ бөлім ретінде 28-ді аламыз. 28-ді 7-ге бөлеміз 4-тен тиеді. 28-ді 4-ге бөлеміз 7-тен тиеді. Сонымен біз 4-ге 5-ті көбейтеміз 20, 7-ге 3-ті көбейтеміз 21. 7-ші. 15-тен 2 және екінші санымыз 3-тен 1. 15 3-ке бөлінеді, сондықтан бізде ортақ бөлім ретінде 15-ті алатын боламыз. 15-ті 3-ке бөлеміз 5-тен тиеді. Сонда бізде 5-ке 1-ді көбейтсек 5. 7, 8-шісін қарастырайық соңғысын. 8-ден 5 және 4-тен 3. Бізде 8-іміз 4-ке бөлінеді, сондықтан ортақ бөлім ретінде 8-ді аламыз. 8-ді 4-ке бөлеміз 2-ден тиеді. 2-ні 3-ке көбейтеміз 6 болады екен.
460 есепті қарастырайық. Мұнда да бізде ең кіші ортақ еселігін табу керек болатын. Біріншісінде 2-ден 1, одан кейін 6-дан 1 және 3-тен 2 деген сандар тұр екен. Біз осыларды ортақ бөлімге келтіреміз. Ішіндегі ең үлкен саны басқа сандарға бөлінетін болса, онда біз сол санды ең кіші ортақ еселік деп алатын боламыз. Енді қарайық. Бізде ең үлкен санымыз 6, 6-мыз 2-ге де 3-ге де бөлінеді екен. Сондықтан біз ортақ бөлім ретінде 6-ны аламыз. Яғни мынау 6-дан 1-ге тиіспейміз, қалған 3-тен 2 және 2-ден 1-ді жаңа бөлімдерін өзгертетін боламыз. 6-ны алдық, енді 6-ны 2-ге бөлеміз, 3-тен тиеді. 6-ны 3-ге бөлеміз, 2-ден тиеді. Мына біз үстіне жазған сандар толықтауыш көбейткіштер. Яғни толықтауыш көбейткіштерді бөлшектің алымына көбейтеміз. 3-ке 1-ді көбейтеміз, 3 болады. Келесі 2-ке 2-ні көбейтеміз, 4 болады. Ортақ бөлімге келтірдік. Енді екіншісін қарастырайық. 4-тен 1, 7-ден 5 және 28-ден 9 болып тұр. Біздегі ең үлкен санымыз 28. Ендеше осы 28-іміз 7-ге де 4-ке де бөлінеді екен. Сондықтан біз ортақ бөлім ретінде 28-ді алатын боламыз. 28-ді 4, мұнда 28 деп жазайық. Мұнда да 28 деп жазып аламыз. 28-ді 4-ке бөлеміз, 7-ден тиеді. 28-ді 7-ге бөлеміз, 4-тен тиеді. Енді толықтауыш көбейткіштерді көбейтеміз. 7-ге 1-ді көбейтеміз, 7, 4-ке 5-ді көбейтеміз, 20 болады екен. Үшінші. 5-тен 1, 20-дан 11 және 10-нан 3. Бізде 20 деген сан 5-ке де 10-ға да бөлінетін болғандықтан ортақ бөлім ретінде біз 20-ны аламыз. 20-ны бөлеміз 5-ке, 4-тен тиеді. 20-ны бөлеміз 10-ға, 2-ден тиеді. Сонымен 4-ке 1-ді көбейтеміз, 4, 3-ке 2-ні көбейтеміз, 6 болады екен. Төртінші. 4-тен 3, 8-ден 5, 8-ден 7 ғой мұнда, 4-тен 3, 8-ден 7, қазір. 8-ден 7, келесі сан 16-дан 3. Енді 16 бізде 8-ге 4-ке бөлінеді, сондықтан ортақ бөлім ретінде 16-ны аламыз. 16-ны 4-ке бөлеміз, 4, 16-ны 8-ге бөлеміз, 2-ден тиеді екен. Ендеше 4-ке 3-ті көбейтеміз, 12, 7-ге 2-ні көбейтеміз, 14 болады. Бесінші. 3-тен 2, 15-тен 2 және 5-тен 4 болып тұр. Сонымен бізде 5-міз 3-ке және 5-ке бөлінеді, сондықтан біз ортақ бөлім ретінде 15-ті аламыз. 15-ті 3-ке бөлеміз, 5-тен тиеді. 15-ті 5-ке бөлеміз, 3-тен тиеді. Сонымен біз 5-ке 2-ні көбейтеміз, 10, 4-ке 3-ті көбейтеміз, 12 болады. Алтыншысын қарастырайық. 2-ден 1, 9-дан 1 және 6-дан 5 болып тұр. Біз ең үлкен саны 9 екен көріп тұрмыз. Осы 9 2-ге және 6-ға қарсақ бөлінбейді. Ендеше біз басқа бір санды табу керекпіз. Ол сан, яғни біздегі ішіндегі ең үлкен санды 1-ге, 2-ге, 3-ге көбейтіп көреміз. Сонда бізде ортақ бөлім шығатын болса, онда біз сол санды аламыз. Сонымен 9-ды қарастырайық. 9-мыз бізде бөлінбейтін болды. 9-ды 1-ге көбейткенде 9 шығады. Сондықтан 9-ды алмаймыз. 9-ды 2-ге көбейтеміз, 18 болады. 18-міз 2-ге және 6-ға бөлінеді. Сондықтан біз ортақ бөлім ретінде үшеуіне де 18 деген санды аламыз. Енді осы 18
2-ге бөлінеді 9-дан тиеді. 18-ді 2-ге бөлеміз 2-ден тиеді. 9-ға бөлсек 18-ді 6-ға бөлсек 3-тен тиеді. Сонымен 9-ға 1-ді көбейтеміз 9, 2-ге 1-ді көбейтеміз 2, 5-ге 3-ді көбейтеміз 15 болады екен.